Күнделікті таңертең біз бетімізді жуамыз, денемізді тазартамыз, бірақ бір аймақты ескерусіз қалдырамыз. Ол жер соншалықты көзден байқаусыз қалады, тіпті оның бар екенін де ұмытып кетеміз. Алайда, дәл осы ұмытылған аймақта денеңізді іштей улайтын токсиндер мен қалдықтар жылдар бойы жинала береді. Бұл сіздің денсаулығыңыздың үнсіз жауы. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге кәдімгі тұздың көмегімен жасалатын ерекше рәсім туралы айтамын. Бұл әдіс ешқандай дәрсіз, керең биохимиялық процестерді оятады. Біздің денемізде төменнен жоғары қарай созылатын 3 басты тірек нүктесі бар: табан, мойын және құлақ арты. Неге дәл осы аймақтар маңызды? Бұл жай ғана гигиена емес, бұл жасушалық деңгейдегі тазарту. Бүгінгі видеода мен бұл тірек нүктесінің биохимиялық сырын және ағзаға қалай әсер ететіні туралы ғылыми тұрғыда түсіндіріп беремін. Бұл 3 аймақ біртұтас тізбектің буындары. Егер оның біреуі істен шықса, бүкіл ағзаның жұмысы бұзылады. Табан, төменгі сорғы. Бұл біздің денеміздің екінші жүрегі. Ол қан мен лимфаны төменнен жоғарыға қарай айдайды. Егер бұл сорғының жұмысы бәсеңдесе, сұйықтық төменде жиналып, ісінуге, ауырлық сезіміне және варикозға әкеп соғады. Тоқырау осы жерден басталады. Мойын, басты өткел. Бұл ми мен денені байланыстыратын стратегиялық көпір. Қан осы өткел арқылы миға барып, лимфа бастан төмен қарай ағады. Барлық маңызды жүйке импульстері осы жер арқылы өтеді. Егер бұл өткел тарылса, ми аштыққа ұшырайды. Бас ісінеді, есте сақтау қабілеті төмендейді, ал иммунитет әлсірейді. Құлақ арты, жоғарғы клапан. Дәл осы жерде бастың артқы бөлігінен келетін венозды қан жиналады. Мұндағы лимфа түйіндері бүкіл бастың сүзгісі. Сонымен қатар, мұнда ағзаның ішкі тепе-теңдігіне жауап беретін кезеген жүйке беткейге жақын орналасқан. Егер бұл клапан бітелсе, ми өз қалдықтарына тұншығып, метаболизм өнімдерінен арыла алмайды. 3 аймақ бір мезгілде дұрыс жұмыс істемесе, ағзаның өзін-өзі реттеу жүйесі жабылады. Бірақ біз бұл клапандарды ашқан кезде, қан табаннан басқа қарай еркін көтеріледі. Мойын арқылы кедергісіз өтеді. Лимфа ағыны реттеліп, токсиндер сыртқа шығарылады. Жүйке жүйесі теңгерімге келіп, дене қалпына келу режиміне ауысады. Енді осы 3 нүктені тұздың көмегімен қалай іске қосатынымызды көрейік. Бірінші аймақ. Табан, біздің екінші жүрегіміз. Табандарыңыз бұл жай ғана дененің тірегі емес, бұл бүкіл ағзаның қам айналымы тәуелді болатын қуатты сорғы станциясы. Әрбір табанның астында тері мен бұлшықеттің арасында лежар венозды өрім орналасқан. Бұл жіңішке тамырлардың тығыз торы. Сіз адымдап табаныңызды жерге басқан сайын, бұл өрім сығылады да қанды жоғарыға, балтыр мен жамбас арқылы тікелей жүрекке қарай атып шығарады. Ғылымда бұл механизмді табанның венозды сорғысы деп атайды. Онсыз қанның аяқтан жоғарыға гравитацияға қарсы көтерілуі физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жүрек қанды артериялар арқылы аяққа оңай жеткізеді. Себебі оған тартылыс күші көмектеседі. Бірақ кері жолда қан бойыңыздың биіктігіне қарай 1,5 метр жоғары көтерілуі тиіс. Веналардың өз моторы жоқ. Табанның әрбір басылуы бір соғуда 20-30 мл қанды жоғары айдайды. 1 сағаттық серуен жүздеген литр қанның айналымы деген сөз. Бұл қосалқы тетік емес. Бұл сіздің табаныңыздағы екінші жүрегіміз. 50 жастан асқан соң адамдар қозғалысты азайтады. Үйдегі тегіс тапочкалар мен қозғалыссыз өмір салты сорғыны өшіріп тастайды. Соның салдарынан қан төменде тұрып қалады. Алғашқы белгілер: кешкі ісіну, аяқтың ауырлығы, тамырлы жұлдызшалар, варикоз және түнгі тырсулар, судороги. Мұның бәрі еденде тұрған 2 ұмытылған аймақтан басталады. Тұзды ванна сорғыны іске қосу әдісі. 1 литр суға 3 ас қасық кәдімгі ас тұзын салыңыз. Су температурасы 40 градус. Уақыты 15 минут. Бұл әдіс бір мезетте 4 маңызды механизмді іске қосады. Осмостық әсер. Тұз ісінген тіндердегі артық сұйықтықты тері арқылы сыртқа тартып шығарады. Несеп айдатқыш дәрсіз ісік қайтады. Тамырлық әсер. Жылу капиллярларды кеңейтіп, артериалды қан ағынын күшейтеді. Венозды өрім толып, сіз қимылдамасаңыз да сорғы жұмыс істей бастайды. 15 минуттық ванна жарты сағаттық серуенмен тең. Жүйкелік әсер. Тұз табан рецепторларын тітіркендіріп, вегетативті жүйке жүйесіне сигнал жібереді. Нәтижесінде тамыр тонусы реттеліп, қан қысымы тұрақтанады. Антисептикалық әсер. Тұзды орта саңырау құлақпылақ пен бактериялардың дамуын тежейді. Маңызды ережені сақтаңыз. Ваннадан соң табанды, әсіресе саусақ арларын мұқият құрғату керек. Ылғал қалса,
Бұл саңырауқұлақ үшін идеалды орта. 40 градустан жоғары температура варикозы барларға қауіпті. 40 градустан төмен болса, тамыр дұрыс кеңеймейді. Термометр қолданыңыз. Қол температураны дәл анықтай алмайды. Суда жай отырмай, саусақтарды қимылдатып, табанды айналдырып жаттығу жасаңыз. Бұл нәтижені 100% арттырады. Бұл процедура тіс тазалау сияқты күнделікті әдетке айналуы тиіс. 3 аптадан соң аяғыңыздың жеңілдеп, ұйқыңыздың жақсарғанын және қысының реттелгенін байқайсыз. Екінші аймақ. Мойын стратегиялық өткел. Мойын адам денесіндегі ең осал әрі ең маңызды аймақ. Оның нәзіктігі құрылымында емес, ол арқылы өтетін өмірлік маңызды магистральдарда. 4 негізгі артерия. Мидың 80% қанын таситын 2 ұйқы артериясы және мишық пен ми сабақшасын қоректендіретін 2 омыртқа артериясы. Веналар мен лимфа өзектері. Мидан қан мен лимфаның кері қайтуын қамтамасыз ететін жолдар. Кезеген жүйке. Жүрек, өкпе және ас қорыту жүйесін басқаратын басты жүйке желісі. Қазіргі таңда смартфон мен компьютерде жұмыс істегенде басымызды 45-60 градусқа еңкейтеміз. Бұл кезде мойын омыртқасына түсетін салмақ 5 килограммнан 20 килограммға дейін артады. Мойынның артқы бұлшықеттері бұл ауырлықты сағаттар бойы ұстап тұруға мәжбүр. Нәтижесінде созылмалы спазм. Сіз оны байқамайсыз, өйткені бұл қалыпты жағдайға айналған. Омыртқа артериялары мойын омыртқаларының тар сүйек арналары арқылы өтеді. Бұлшықеттер спазмға түскенде омыртқалар аздап ығысып, артерияны қысады. Бұл толық бітелу емес, бірақ қан ағысын 15-20% азайтады. Ми оттегімен қоректен тарға бастайды. Белгілері. Таңертеңгі бас айналу және құлақтағы тұрақты ызылдау. Шүйдедегі ауырлық сезімі түске қарай басылады. Көз алдындағы ұшқындар мен зейіннің шашырауы. Себепсіз мазасыздық пен кешкі тітіркенгіштік. Мойын веналары өте жұмсақ. Олар бұлшықет қысымынан тез деформацияланады. Егер веналар қысылса, қан мидан кете алмайды. Нәтижесінде таңертеңгі қабақтың ісінуі, мақтабас сезімі және бет терісінің сұрлануы. Кәдімгі жылы компресстер қан ағысын уақытша жақсартса, тұзды таңғыш осмостық заңдылықпен жұмыс істейді. Ол тері астындағы терең тіндерден артық сұйықтық пен токсиндерді сыртқа, таңғышқа тартып шығарады. Ерінді дайындау үшін 1 литр қайнатылған жылы суға 10 ас қасық кәдімгі ас тұзын йодсыз ертіңіз. Тығыз мақта матаны 4 қабатқа бүктеп, ерітіндіге малып, аздап сығыңыз. Матаны мойынның артқы жағына, шаш шетінен жауырынға дейін 2 иықты қоса жабыңыз. Сыртынан құрғақ мақта сүлгімен бекітіңіз. Өте маңызды ереже. Целлофан немесе тамақ пленкасын қолданбаңыз. Ауа өтпейтін материал осмостық алмасуды тоқтатып, механизмді бұзады. Таңғыш тыныс алуы керек. Кем дегенде 2 сағат. Тұздың бұлшықеттің терең қабаттарына әсер ету үшін уақыт қажет. Таңғышты алған соң теріні дымқыл сүлгімен сүртіп, тұз қалдықтарын кетіріңіз. Нәтижесінде 10 рәсімнен кейін күн арлатып істейсіз. Бұлшықет тонусы 30%-ға төмендейді. Бас ауруы басылып, ұйқы сапасы айтарлықтай жақсарады. 3-ші аймақ. Құлақ арты, жоғарғы клапан. Әрбір құлақтың артында құлақ қалқаны мен сүйек өсіндісінің арасында кішкентай ойпат бар. Күнделікті жуынғанда біз бұл жерді жиі ескерусіз қалдырамыз. Алайда медициналық тұрғыдан бұл 3 маңызды жүйенің тоғысқан жері. 3 жүйенің қиылысы. Венозды жүйе. Құлақ арты венасы бастың шүйде бөлігімен терісінен қан жинап, оны сыртқы мойын венасына құяды. Осы тұста ісіну болса, қанның мидан қайтуы бұзылып, шүйдеде ауырлық пайда болады. Лимфалық жүйе. Мұндағы лимфа түйіндері бастың артқы бөлігімен құлақ маңындағы лимфаны сүзеді. Бұл жердің ластануы немесе қабынуы бүкіл бас аймағының иммунитетін тежейді. Жүйке жүйесі. Дәл осы жерде кезеген жүйкенің құлақ тармағы беткейге шығады. Бұл бүкіл денедегі кезеген жүйкеге тері арқылы тікелей әсер етуге болатын жалғыз орын. Бұл аймақтың терісі жұқа әрі қатпарлы. Мұнда май бездерінің секретімен өлі жасушалар жиналып, көзге көрінбейтін созылмалы микроқабыну ошағын түседі. Оны қарапайым сабынмен кетіру қиын. Қоспа дайындау. 1 шай қасық ұсақ ас тұзына йодсыз тұз болу керек, 5-7 тамшы жылы су қосыңыз. Тұз толық ермей, ылғалды кристалдар паста күйінде қалуы керек. 2 қолдың соқ және ортан саусақтарына тұзды жағып, құлақ артындағы ойпатты жеңіл дөңгелек қозғалыстармен 30 секунд бойы уғалаңыз. Қысым өте жеңіл болуы тиіс. Тері астында бірден сүйек орналасқандықтан қатты басу эпидермисті зақымдауы мүмкін. Нәтижесінде механикалық тазарту.
Тұз кристалдары сабын кетіре алмайтын мүйізденген қабыршақтар мен бактериялық пленканы жояды. Поралар ашылып, тері тыныс алады. Осмостық әсері. 30 секундтың ішінде тұзды қойыртпа тері астындағы тоқтап қалған сұйықтықты тартып шығарады. Лимфа түйіндерінің айналасындағы ісік қайтып, сүзу процесі қалпына келеді. Рефлекторлық әсері. Бұл рәсімнің ең таңғаларлық нәтижесі. Тұздың тактильді және осмостық тітіркендіруі кезеген жүйкені белсендіреді. Нәтижесінде жүрек соғысы минутына баяулап, тыныс тереңдейді. Ұйқы кезінде тістерін қысатын адамдарда жақ бұлшық еттері босаңсиды. Самайдағы кернеу жоғалып, таңертеңгі бастың шуылы басылады. Денсаулығыңызды қалпына келтіру үшін осы 3 рәсімді бір жүйеге біріктіріңіз. Таңертең құлақ арты, жоғарғы клапанды. 1 шай қасық тұз, 5 тамшы сумен. Саусақ ұштарымен әр жаққа 30 секундтан жеңіл массаж жасаңыз. Нәтижесінде ми оянады, кезеген жүйке іске қосылып, ағза қалпына келу режиміне ауысады. Кешке табандар, төменгі сорға 1 литр 40 градустық суға 3 ас қасық тұз қосып ертесіз. 15 минут ванна. Су ішінде саусақтарды қимылдатып, табанды айналдырыңыз. Саусақ араларын мұқият кептіріп, өкшеге мочевинасы бар крем жағып, мақта шұлық киіңіз. Күн аралатып, мойын, басты өткел. 1 литр суға 10 ас қасық тұзға ертінді дайындайсыз. 4 қабат мақта матаным алып, мойынның артқы жағына шаштан жауырынға дейін 2 сағатқа қойыңыз. Пленка қолданбаңыз. Сыртынан тек құрғақ сүлгімен ораңыз. Тұз. Бұл ем емес. Бұл профилактика мен гигиена. Төмендегі жағдайларда өз бетімізше рәсім жасамай, дереу дәрігерге көрініңіз. Табандар. Егер бір аяқ екіншісінен қатты ісіп кетсе, қызарып ысып тұрса, тромбоз қаупі немесе саусақтар ағарып сезімталдығын жоғалтса, яғни ишемия болса. Мойын. Ауырсыну қолға берілсе, немесе саусақтар үйіп қалса, грыжа белгісі. Басты бұрванда жүрек айнып, кеңгерім жоғалса. Құлақ арты. Қатты, ауырмайтын, өсіп жатқан түйін пайда болса, немесе құлақтан сұйықтық бөлінсе. Біз бүгін дененің 3 стратегиялық нүктесін қарастырдық. Табан, мойын және құлақ арты. Егер сіз осы 3 аймақты бір мезгілде ашсаңыз, қан табаннан кедергісіз көтеріледі. Мойын арқылы миға еркін жетеді. Құлақ артындағы клапан арқылы токсиндерден тазарып, кері ағады. Бұл дененің ішкі гидравликасын реттеудің ең қарапайым әрі тиімді жолы. Күнделікті 10 минут уақытыңызды осы рәсімдерге арнаңыз. Сонда ағзаңыз сізге сергектікпен және ұзақ ғұмырмен жауап береді. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Ауырмаңыздар.